Құрметті қыздарым, біз бүгін кішкентай бөпемізді қырқынан шығарамыз. Қырқынан шығару дегеніміз, ол жас нәрестені 40 күн өткеннен кейін жасалатын рәсім. Себебі бала кішкентай болады бөпе, сосын оның қол-аяғы бекіп, кішкене қатаяды. Содан кейін бөпені 40 қасық суға шомылдырып, тырнағын алып, шашын алып, қырқынан шығарамыз. Қанекей, бәріміз бірге жасаймыз ба? Жарайды. Біздер бөпені қырқынан шығаратын кезде, оның ішіне күміс тиындар, сақиналар саламыз. Себебі бөпе бай болсын, таза болсын деген күміс өткені тазалықтың белгісі. Қазір міне мен қолымдағы күміс тиындарды, сақиналарды суға салып, бөпемізге 40 қасық су құямыз. Ол үшін әдемі тілектерімізді айтамыз. Мысалы, біздің бөпеміз әлемдегі ең әдемі сұлу қыз болсын. Енді аяру. Әдемі болсын. Енді асылымға бер. Ақылды болсын. Ой, молодец, жарайсың. Жарайсың. Ауырма деп айтасың. Қатырады. Енді осы біздің әдемі жақсы тілектерге толы 40 қасық суымызды бөпені шомылдыратын ыдысқа құямыз. Ал піссін. Мінекей балалар, бөпемізді шомылдырамыз қазір. Ең бірінші бөпені басынан бастап шомылдырамыз. Бөпеміз біздің бастық болсын деген тілекті айта отырып, бөпеміздің басын жуамыз. Құлағы сақ болсын, жақсы әңгімелерді естісін деп, құлағын жуамыз. Көзі көреген болсын, тек қана жақсы заттарды көрсін деп, көзін жуамыз. Аузын елге қаратқан ақылды ақын болсын деп, аузын жуамыз. Енді арқасын шомылдырамыз. Жауырыны жерге тимейтін, палуан болсын. Қолы ашық, жомарт болсын. Елді билейтін бастық болсын деп, бөпенің аяғын шомылдырып, осымен ырымын аяқтаймыз. Шомылдырып алдық қой. Енді мына ішіне салынған әдемі әшекей бұйымдар мен күміс тиындарды мен сендерге таратып беремін. Саған. Енді бөпеміздің шашын аламыз. Содан кейін бөпеміздің тырнағын аламыз. Тырнағын, шашын алып, оны баспайтын жерге көміп қоямыз. Өйткені оны басуға болмайды. Демілеп құндақтаймыз, қырқынан шығардық. Ол енді азамат болды. Енді бәріміз иіскеп бөпені сүйуімізге болады. Қырқынан шыққанға дейін бөпені сүйуге болмайды. Қырқынан шыққаннан кейін бақ бөпемізді сүйеміз. Бізді әдемілеп бесікке салайық. Сосын бесік жырын айтып, бөпені ұйықтатамыз, жарай ма? Бөпемізді көйледік. Енді бәріміз бірге отырып өлең айтамыз, ә? Бөпем, ақ бесікке жатты. Ұнады ма сендерге? Иә. Енді сол бөпеден сендерге естелеп